Ассалаумалейкум достар. Сіздерге бүгін әйелдерге арналған ғылым хал кітабынан ораза кезінде ұмытып ішіп жеп қойса не болады деген сұраққа жауап оқып беремін. Ұмытып ішіп жеу оразаны бұзбайды, бірақ ораза ұстағаны есіне түскен кезде ішіп жеуді тоқтату керек. Есіне түскен кезінде дереу ішіп жеуді тоқтатып, аузындағы тамақтың қалдықтарын шығарып, аузын шайып, оразасын жалғастырады. Осыған қатысты ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: аузы берік адам ұмытып ішіп жесе, оразасын бұзбай толықтырсын, өйткені оған жегізген де ішкізген де Алла деген. Сондай-ақ Әбу Ханифаның көзқарасында, егер мұндай жағдайдағы адам білместіктен оразан бұзылып кетті ғой деп ойлап тамақ жеуін жалғастырса, кейін кафаратсыз тек қана сол күннің қазасын өтейді. Аузы берік екенін ұмытып кетіп ішіп жеп отырған адамды көргендер оның ораза екенін есіне салуы керек. Ал егер аузы берік екенін ұмытып кетіп тамақ жеп отырған адам әлсіз немесе қарт болса, ондай жандардың ораза ұстап жүргенін есіне салмаған абзал. Себебі Алла тағала өзінің мейірімімен ұмыттыру арқылы оларды ішкізіп жегізуде. Ал керісінше ұмытып тамақ жеп отырған кісі денсаулығы мықты әрі жас болса, сол мезетте есіне салған дұрыс. Оқыған Марфуға Шапиян, әйелдерге арналған ғылым хал кітабы. Каналыма жазылыңыздар, лайк басыңыздар. Келесі кездескенше аман саулықта болайық.